Зона 51 туралы сізге ешкім нақты информация бере алмайды. Әрине Пентагон қызметкерлерінен басқа. Ұзақ уақыттар бойы Зона 51 бар немесе жоқ екені беймәлім болып келді. Тек 1994 жылы ақш үкіметі 51-ші зонаның бар екенін мойындады. Және Зона 51 тек ақш армиясының дайындалатын алаңы деп мәлімдеді. Сәлем, сіздермен Скаврон каналы. Бүгін ақштағы құпия жерлердің бірі Зона 51 туралы айтатын боламыз. Ең алдымен Розуэлл инцидентіне келейік. 1947 жылы ақштағы Розуэлл қаласында бір түрлі объект құлаған болатын. Осы объект ішінен жанды нәрселер табылған. Адамдар жиналып оны тамашалап жатқанда, ақштың сарбаздары келіп оны ақш армиясының жекеменшігі деп түсіндірген. Және осы объектілерді көрген адамдарға көрген білгендерін ешкімге айтпауын бұйырған. Осының өзі бір түрлі ыңғайсыз көрінеді. ФБР-де кейіннен әуе қорғанысында жұмыс істеген Гуд Хотелдің құжаттарының бірінде дәл осы объектілер өзге планеталықтар деп жазылған. Негізінен 3 дене табылған, әрқайсысы 90 сантиметрден, және әрқайсысы өте жіңішке металл қабат киген деп жазған. Және осы объектілер 51-ші зонада сақталуда. Бұл 51-ші зонаның бұрынғы қызметкері Буиш. Ол өмірінің соңғы жылдары Зона 51 туралы бар білгенін айтып берді. Оның сөзі бойынша шынымен де өзге саналы тіршілік бар. 51-ші зонада сақталуда. Дәлел ретінде ол фотосуреттерді көрсетті. Зона 51-дің қауіпсіздігіне келетін болсақ, мұнда ақштың таңдаулы күзет әскері жұмыс істейді. Жұмыс келісім шарт арқылы жүзеге асады. Егер осы бір 51-ші аймаққа кішкене өтіп кетсеңіз, олардың сізді атып тастауға құқығы бар. Осы бір 51-ші аймаққа жақын жердегі елді мекендерде бір түрлі объектілер жиі көрінетінге ұқсайды. Кейде аспанда жарқырап жүрген жарықтар ұшып жүріп жоқ болып кетеді. Және мына бір видеода жүк машинасының табақшаға ұқсас объектіні алып бара жатқанын көре аласыздар. Тағы бір айта кетерлік жайт, әлемдегі құпия қарулардың бірі көрінбейтін ұшақ дәл осы 51-ші зонадағы ангарлардың бірінде орналасқан деген болжам бар. Сонымен видеомыз бітті. Видео қызықты болса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Скавронның ВК-дағы парақшасына жазылуды ұмытпаңыз. Және де бұдан кейінгі видеоларда жарнама жасатуыңызға болады. Толық ақпарат үшін ВК арқылы тікелей жеке маған шығыңыз.